Біз Омар Айбауа және Айзере ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңына Сәкенов Риза атамызды еске аламыз. Жатқан жері жарық болсын. Рахмет сізге. 21 желтоқсан 1925 жылы Баянауыл ауданы, қазіргі Күркелі ауылында дүниеге келді. 4 сыныпты латын тілінде бітірді. Соғысқа дейін 16 жасында Шөптікөлде көмір өлшейтін жұмыскер болып жұмыс істеді. 1942 жылы 24 желтоқсанда әскерге шақырылды. 17 жасында соғысқа қатысты. Қызылжарда әскерде жүргенде соғысқа сұранып, шаңғы ротасымен соғысқа аттанды. Қар еріп кетіп, 500 шақырым жерді жаяу жүріп, бір ай бойы шаршап шалдығып, түнде Чайки деген ауылға келіп, 3 күн демалып соғысқа кірісті. Украинаны жаудан босатып, Панкратов қаласында Краснознаменный гвардейский полк деген атақ берді. Кейін Белоруссияға келіп, Польшаны да азат етті. Кейін Австрия, Румынияны алды. Чехословакияға кірген уақытта көтеріліс болып, қайта шегінуге мәжбүр болды. 1945 жылы Германияның Хемелес деген бір қаласында соғыс аяқталды. 9 мамырда ұлы жеңісті тойлады. Сол кездегі достары Жетпісбаев Салық, Талаяқов Сәджан, Күзембаев Абақыт. Бірақ өкінішке орай ол достары қазір жоқ. 1948 жылы Қызыл әскерде бригадир болып істеді. 1949 жылы Дина атты қызға үйленді. Ең кейін жасауда мастер болып жұмыс жасады. 1953 жылға дейін сол жақта жұмыс істеді. Денсаулығына байланысты бұл жұмыстан алысты. 1957 жылы Құндыкөл ауылына келіп, жүргізуші болып жұмыс атқарды. 1985 жылдың 21 желтоқсанына дейін сонда жұмыс істеп, зейнеткерлікке шықты. Мұрат және Шолпан атты 2 бала тәрбиелеп, Хабиб, Ғабит, Сұлтан, Жанбота атты 4 немере, Уәлихан, Әлия, Дархан атты 3 жиені, Олжас атты шөбересі бар.